Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен асқабақ қосылатын өте дәмді пирог жасайтын боламыз. Құрамы өте қарапайым, үйдегі бар заттардан жасалады және жасалу жолы да өте оп-оңай. Әсіресе асқабақ жемейтін балаларыңыз болса, міндетті түрде осы пирог жасап беріңіз. Құрамында асқабақ бар екенін де білмей қалады. Ал ендеше біз сімлях деп асқабақтарымызды қабығынан тазартып, жақсылап жуып, тазартып аламыз. Енді осы асқабақтарымызды үткіштің ірі жағынан үткіштен өткізіп аламыз. Пирогымызға қажетті заттардың мөлшерін осы видеоның астында описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Мінекей асқабақтарымызды үткіштен өткізіп алдық. Енді қамырын жасайтын боламыз. Таза құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқа, оның үстінен шым-шым тұз, үстінен қантымызды салып, қант пен тұз ерігенше жақсылап араластырамыз. Кейін үстінен сұйық май құйып, тағы да араластырамыз. Біркелкі масса болғаннан кейін бағанағы үткіштен өткізіп қойған асқабақтарымызды үстінен салып, жақсылап араластырамыз. Енді осы массамыздың үстінен алдын ала електен өткізілген ұнымыздың жарты бөлігін саламыз. Үстіне қамыр қопсытқыш және өз қалауларыңыз бойынша ванилин қоссаңыздар болады. Енді осы массамызды біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Енді ұнымыздың тағы да бір бөлігін салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнның құрамы негізі жұмыртқаға байланысты, сондықтан да ұнды аз-аздан салып отырып қоссаңыздар болады. Мінекей дәл осындай қоюлықта болу керек. Енді мен осындай арнайы пирог пісіретін формада пісіретін боламын. Сұйық маймен жақсылап майлап алдым ішін. Енді жаңағы массамызды ішіне бір тегіс етіп жайғастырып аламыз. Достар, егер де менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, және де келесіде менен қандай видео рецепт күтесіздер, міндетті түрде комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Массамыздың барлығын салып алғаннан кейін лопатканың көмегімен жақсылап бетін тегістеп жібереміз да, 160-170 градус қызып тұрған пеште 30-35 минуттың көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирогымыз пісіп шықты. Бөлме температурасында суытып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте жақсы кесіліп жатыр, жұмсақ, өте әдемі болып пісіп шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан дәл осындай шығатынына 100% сенімді. Сіздермен болған Фариза. Егер де менің видео рецептім ұнаған болса, лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз.